Ассалаумағалейкум қазақтарым. Көптеген білімсіз надан адамдар маған ренжиді. Сен неге осы мына имамдарға, уағызшыларға тиісе бересің деп. Мен ешкімге тиіспеймін. Егер олар дұрыс айтатын болса, әлхамдулиллах, мен оларды мақтағаннан, жақтағаннан басқа не істеремін. Олар керісінше халықты алдайды, халықты адастырады шайтанның атынан. Мына наданның айтып отырғанның бәрі шайтанның бұлшылығы. Бірі сөзі дұрыс емес. Мен қараңыздар, не деп шатып отырған, не деп оттап отырған. Пітір садақасын кім береді? Пітір садақасын бірінші орында бай, әл-ауқатты адам беру міндет. Ол пітір садақасы Рамазан айының 2-ші күнінен бастап беру уәжіп болады. Пітір садақасын заттайда, қаражаттайда берген бола береді. Негізі қаражаттай халыққа жақсырақ шығар деп ойлаймын, кедейдің пайдасына. Ақша пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам кезінде де болған. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пітір садақаны ақшамен емес, тек қана тамақпен беруге бұйырған. Былай дейді, менде қазақшасы жоқ, мына хадистің орысшасы бар, сондықтан орысшасын оқып берейін. Посланник Аллаха, мир ему, сделал обязательным раздавать закат аль-фитр месяц Рамадан каждой душе из числа мусульман, и мужчине, и женщине, и молодому, и пожилому, размер минимум 1 са фиников или ячменя. Это приводится у муслимның хадисында келеді. Сондай-ақ тағы да тыңдаңыз мына ақымақты. Пітір садақасының мағынасы өзінің сол бас аяғынан садақа, яғни жылына бір рет өзін дозақтан, жаманшылықтан азат қылу мағынасындағы дүние. Мына надан тағы да қуып кетті, надандығыменен. Дінден еш хабар жоқ, бейшара сорлы уағызшылар ғой. Базардың уағызшылары деп еді, тағы бір жігіт. Сонысы дәрігер еді. Тыңдаңыздар. Посланник Аллаха, мир ему, обязал раздавать закат аль-фитр как средство очищения от скверных и пустых слов для постящегося, а также как угощение для нуждающихся. Абу Давид. Көрдіңіздер ме? Арманның айтқанында емес, басқаша мынау бұл бір жылдың ішіндегі емес, күнәларыңды кешірмейді. Бұл пітір садақа деген ораза айында, Рамадан айында ғана, егер босқа сөйлеген сөздерің болса, істеген істерің болса, сол үшін соларды кешірім ретінде таратылады. Садақа алатын орындар бар муфтиятта, әрбір мешіттерде садақа жәшіктері ұйымдастырылған, сол жерлерге берсеңіз де болады. Тағы да айтамын, егер де садақа, пітір садақаны, бұл жай садақа емес, бұл пітір садақасы, Рамадан айын кезінде берсеңіз, ораза ұстап жүрген кезде, немесе айт намаздан кейін берсеңіз, ондай садақа, пітір садақа болып есептелмейді. Пітір садақа тек қана Рамадан айы біткеннен кейін, аузыңызды ашқаннан кейін, соңғы күні, одан кейін айт намазға дейін уақыттың арасында ғана тамақпенен мұқтаждарға таратып беру керек. Әйтпесе жай садақа болып қалады. Пітір садақа мойныңызда қалады онда.